Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздерге осындай пломбир мороженойын үй жағдайында қалай жасалу жолын айтатын боламын. Ол үшін бізге сливки қажет. Осыны ыдысымызға құйып, мұздай болуы қажет. 4-5 минуттай жақсылап миксерлейміз. Қоп қою болған кезде, осындай масса болған кезде енді сгущенкамызды саламыз. Сгущенканы әркім қалауынша сала береді. Тәттірек болсын десеңіз, көбірек саласыздар. Мен орташа дәмде салдым. Осының өзі дәмді болып, балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап беріңіздер. Дәл осыны қозғап, бетін пищевой пленкамен жауып, морозильникке кемінде 3-4 сағатқа қоямыз. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған айгерім. Колокольчикті баса қойыңыздар, сонда оп-оңай рецепттерді бірінші болып көріп отыратын боласыздар.